саламатсыздар ма? Құтты болсын! Шашу, шашу, үйлеріңіз құтты болсын! Шашу. Ол шаңырақтар балдарын алып отырған сіздердің Ройдан енді мыңдары рахмет. Осы балдарымның арман ет. Атырауға келіп едім қонақ болып. Сол келіп, мен келгенде бір-екі күннен кейін балдарым осы квартирды аламыз деп қуанып жатыр екен. Сол квартирлерін алып, осы 2-3 күн болды босатқанына осы квартирлерін осы ішінде жуып, шайып, тазалап, осы бүгін болып отырмыз. Көптен күткен қуанышымыз осы 2019 жылы Рой кооперативіне договор составлять етіп, осы 18 миллионға договорға жаңағындай үй алуға мақсат қойдық. Енді осы үйімізді бүгін 2-3 күндей болды. Кіргенімізге 2021 жыл негізінде бұдан да ертелеу алуға болатын еді бұл үйді, бірақ енді қазіргі біздіңгі кезімізде мынандай пандемия болып жатырғаннан, осындай жағдайлығынан кішкене созылмалы болып, енді осындай жағдаймен алып жатырмыз. Естиді ғой енді, халық анау мына деген әңгімелер. Сосын мама, мен осындай бір компания бар екен, осыған кірейін деп едім. Басында айттық, жаңа қой байқа, ондай нелер көп қой, жаңа алданып қалма қызым деп жаңа. Жоқ, мамам, бұл жерде бәрі таза деп жатыр, мен көзім жетіп тұр таза екеніне деп өзі айтты қызым. Мына күйеу балам екеуі ақылдасып, соған кірді ғой енді Ройға. Ол Ройдың программаларымен білем, жаңа біздің Алматыда да қыздарымыз кірді. Алып, однокомнатный үйлер алып жатыр, Шымкенттен, Түркістаннан алып жатыр, оған көзіміз жетті біздің. Осы март айында маған Ройдың өкілі соқты телефон, сізге бұйырса үй берілейін деп жатыр, очередіңіз келіп тұр дегенде. Сол кезде ең бірінші қалай айтсам болады, сезімдім. Қуанышым, көзіне жас шықты енді, қуанышым ғой енді. Көптен күткен, қатты ауырып жатыр едім негізінде, бірақ сол жаңағы звондағаннан мен сондай хабар естігеннен өзімнің ауырғанымды ұмытып кеттім да, далаға шығып бір жылап алдым, шындай керек. Жолдасым жұмыста еді, жолдасыма соқтым, мына енді көптен күткен хабар үй берейін деп жатыр дегенде жолдасым телефонды қойып тастады. Сосын артынан ойладым, неге қойып тастады екен, не болды екен деп. Сосын соқсам, маған айтады, сен маған ойнау айтып тұрсың ғой дейді. Я говорю, жоқ, ойнау айтып тұрған жоқпын. Шынымен де үйге біздің очередіміз келіп тұр. Ал давай үй іздейік, енді срочно табу керек, біз бір аптадай уақыт беріп тұр бізге деп. Кілтті алғанда қолыма өте қуаныш сезім болды. Первый очередь анама звондадым, квартира алдым деп. Ол кісі де қуанып қалды, өте қуанды. Анам енді жақсы, самый жақсы көреді. Бұл любой ата-ананың қуанышы ғой, арманы ғой. Мен өзім арманым осы балдарымның үйлер болып, шаңырақтары. Кімнен кеміміз осы, бәрі осы адамгершілігіміз жақсы, ойымыз жақсы, ешқандай жаман ойымыз жоқ адамға. Осы болса екен, бізге Алла қашан берер екен деп, міне берді ғой енді, қуаныштымыз. Қойшы распа деп жылап алдым, шыны керек, қуанып. Пока осы квартирге кіргенше көзім сеніңкіремеді. Осында кіргенде, действительно қуандым, ризамыз енді, шыны керек. Мен айтам, осыдан артық не керек, басқа деп жатырмын ғой енді. Біз 4 бөлмелі 3-ші этаждан және де привокзальныйдан алып отырмыз. Қасымызда Дина базар бар, самый главный, вокзалым бар, мына жерде 2-3 мектебім бар, садигім бар дегендей. Поликлиникамда өте ыңғайлы жер, өзіме прям сондай ұнайтын жер. Жақсы, құтты үй деп өздері айтқан. Біріншіде Аллаға сендім, екіншіде Арген мырзаға, сол кісінің сөзіне тұратыны сендім. Міне сөзіне тұрды, үйімізді алып берді ол кісі. Мыңда бір рахметімді айтам, үлкен кісім ғой енді. Мен Арген мырзаның нелісін естіп жүрдім, осы балаларына өте жақсы адам, тек осы тек болсын дейді, өтірік айтпайды, бәрі таза ол кісінің айналасынан. Жаңа ол не болғасын, әр түрлі жағдайлар болады ғой, соның бәрін көндірген, жаңаға өтірік айтпайды, шынымен осы болады, аласыңдар, күте тұр. Уақыт керек қой адам баласына негізінде. Сол уақытқа шыдаңдар деген
міне шыдадық қой, көп рахмет ол кісіге, семьясына, бәріне жақсылық тілейміз, денсаулығы, амандық тілейміз. Болашақта мен өзім сол Арген мырзадай болғым келеді, халыққа көмектескім келеді менде. Осы халыққа көмектескенді жақсы көремін өзім. Сондай жағдайым жетсе, енді көмектескім келеді алдағы уақытта. Енді мынандай адамдар да бар, мысалы, үйді ала алмаймын мен. Бірақ үйді ала алмаймын деп, ақшаларын қайтарып алып жатқан. Ол кісілер енді әрине қазір өкініп жатқан болар деп ойлаймын. Себебі менде ондай не болған жоқ, ой болған жоқ. Мен сендім, до конца келдім осы жерге, үйімді алдым Ройдан. Сондықтан менің қарапайым адамға айтатыным сабырлықпен күтсін деймін осы үйді. Сабырдың түбі алтын деп айтады ғой енді. Бұйырса осындай жақсы біз алғандай үйге алады бер. Адамдарға айтатын.